Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге осындай өте ерекше пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет 2 жұмыртқа, 2 жұмыртқаның біреуін сарыуызынан бөліп аламыз. Одан кейін оның үстіне қант, жылы сүт, дрожж яғни ашытқы, одан кейін тұз қосамыз. Сосын біз бұны біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнды бірнеше бөліктерге бөліп отырып осылай елекпен саламыз. Басында венчиктің көмегімен араластырамыз да, кейін қамыр қоюланғанда қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің дайын болған қамырдың үстіне ерітілген сары майды құйып, біркелкі қамыр илеуіміз қажет. Біздің қамыр осындай жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болу қажет. Оның үстін жауып, бірнеше сағатқа ашытып аламыз. Біздің қамырымыз осылай ашып, көтерілуі қажет. Одан кейін оны осылай видеода көрсетілгенде қатты үлкен емес, орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Кейін біздің қамырды осылай астына ұн сеуіп, кішкене жақсылап жұқалап жайып шығамыз. Біздің қамырымыз осындай кішкене тік төртбұрыш формасына ұқсас болып жайылып шығуы қажет. Одан кейін біз начинкасын саламыз. Мен бұл жерде варенка қостым. Начинкасын толықтай жағып болғаннан кейін, оны осылай видеода көрсетілгендей бір шетін бүктейміз. Кейін астын пышақтың көмегімен осылай полоскаға кесіп шығамыз. До конца кеспеңіздер. Одан кейін біздің пирогты осылай түйіп шығамыз. Сосын өзіңіздің осылай пісіретін формочкаңызды жақсылап майлап алыңыздар. Сосын біздің қамырды осылай әдемілеп қойып шығамыз. Мен біздің пирогтың бетін 10-15 минутқа осылай сүлгімен жауып, тындырып қоямыз. Оның үстіне жұмыртқа жағу үшін бағанағы алып қалған сарыуыздың үстіне бір қасық сүт қосамыз да жақсылап вилкамен араластырамыз. Кейін біздің пирогтың үстіне осылай жақсылап жағып шығамыз. Сосын біздің пирогты қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Біздің осындай өте оңай әрі тез дайындалатын ерекше пирог дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Сізге де, сіздің отбасыңызға да ұнайтынына сенімдімін. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз. Ас болсын.